Так, gidip batımız tutar. Gidip batımız. Son. Қазақта қырғызда қуды деп па. Өз елінде қуып жатыр. Қалжың ғой, қалжың. Ешкім қумайды ғой. Маған көте көп қолдау жазып жатыр. Чоң рахмат сіздерге. Әзілде қырғызша қандай еді? Тамаша. Тамаша. Ужас. Қырғызша өсірмейді. Ужас. Міне, керенсаға кетіп қалдық. Біз кетіп батымыз. Кстати, көбісі тісі қанша шықты деп жатыр. Бір тіс бұл жақта 25 мың теңгеден. Плюс чисткамен, барлығымен, құрттарды, налет барлығын алады. Сол бір тіс 25 мың теңге. Сол егерде келем қараймын десеңіздер, бағасы осы. Маған істе қанша тіске жасады? 10 тіске істеді. Астында тоже 10 тіс қой деп. Так, біз кетіп батымыз, достар. Кетіп батымыз. Что вы понимали, Аянаның бойы 1,50 м. Мен камераны просто ұстап тұрмын. Вот мен. Вот Аяна. Я думала, күшті жетсе. Сен қалай 1,50 м келіп қойдың? Жинайды сол адамды. Так, 2 сағаттың ішінде жасап болды. Теперь смотрите, мои нижние зубы и верхние зубы белые просто. Неге именно енді Бішкекке осы люксарға келе береді десеңіздер, маған осы жақтың врачтары өте қатты ұнайды. Прямандай күшті қылып түсіндіріп, кәдімгідей міне қазір осылай болады, байдап, осылай деп. Мен негізі зубныйдан қатты қорқамын да, андай кішкентай кезімде сұрақ қалып қалған ғой. Мына жақта кәдімгідей өзім отырып, әңгімелесіп, өзіміздің адамдар сияқты. Сол достар, если сіздер біз негізі Бішкекке кеше түнде келдік, сөйтіп подругамызбен кездесіп, әңгіме айтып, кәдімгідей ішімізде толып қалыпты. Қазір енді стоматологияға баратырмыз. Енді нижний тісімді жасайды, одан кейін началда имплант қою керек. Как всегда, мен жанымда Аяночка. Бұйырса бүгін уже Алматыға шығамыз. Енді Бішкекке Аружан Бекешеваны баарыбызды таанысак керек. Анын YouTube каналын карай турган болсок, 10,5 мың подписчиги бар экен. Алдан сырткары 1,5 миллион просмотр алган видео клиби бар экен. Ошол эле видео клип бул Аружан Бекешевага 1000 подписчик жана турмуш сааты жыйнап берген. Алдан сырткары $500-600 дагы акча иштеп берди. Менин бекер сабактарымды көрдүңүздөрбү? Комментарийге ооба или жок деп жазсаңыздар, мен башка жүктөймүн.